Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде Жаңаөзен жаңалықтары тізгіншімен Сәуле Жолманбет. Алдымен аңдатпа. 1 қазан қарттар күніне орай қала әкімі Асаровтар отбасын мерекемен құттықтады. Қазан айының 1 жексенбісі ұстаздардың кәсіби мерекесі. Білім беру саласына еселі еңбегін арнаған жанның бірі Наурызбек Қалдыбай туралы сәлден кейін. Жаңаөзенде участке шарасы өтіп жатыр. Енді осы және өзгеде тақырыптарға толығырақ тоқталып өтсек. Қала әкімі қарияны құттықтады. 1 қазан қарттар күніне орай Жансейіт Қайнарбаев Аманат партиясы өкілдерімен бірге Жаңаөзендік Асаровтар отбасына барып мерекемен құттықтады. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Асаровтар бір шаңырақ астында 4 ұрпаққа дейін жалғасып, тату-тәтті күн кешіп жатқан ұлағат дәулет. Шаңырақтың берекесін келтіріп отырған қос қария 90-ға аяқ басқан. Қазыналы қарттарды мерекемен құттықтай келген қала әкімі өз лебізін білдірді. Көрінген балдардың, көрінген ұрпақтардың қызықтарын қызықтай беріңіздер. Енді сіздер үлкен мәуелі бәйтерексіздер ғой. Сол енді жапырақтарыңыздың жайылғанын көріп жатырмыз. 4 атаға дейін, 4 ұрпаққа дейін. Арғарай жалғасын таба берсін. Еліміз аман жақсылыққа басымыз бірге берсін. Қуаныштымыз сізбен жүздескен. Рахмет. Муса Асаров 1936 жыл Түркменстанда туылған. Еңбек жолын темір жол саласында слесарь болып бастап, кейін мұнай саласына ауысқан. 1965 жылы Маңғыстауға келіп, өндіріс өлкесінде қара алтын игеруге өз үлесін қосады. 1996 жылы зейнетке шығып, бүгінде бейнетінің зейнетін көріп отыр. Әзірге денсаулығымыз өте жақсы. Ауыратын жерім жоқ. Неше жастасыз? Қазір 88-ді толтырып 89-ға келіп қалдым. Енді 90-ды көрініп тұрған шығар деймін, ар жағында. 3 қыз, 4 бала. Солардың әрқайсысында бар, Құдайға шүкір. Немерелеріміз де бар, шөберелеріміз де бар. Бәрі өсіп жатыр, өніп жатыр. Немерелеріміз үйленіп, олардың да нелерін шөберемізін көріп жатырмыз, шөберелерімізді. Денелеріміз сау. Ал Аманбиба Асарова қаланың көгалдандыру саласында еңбек етіп, шаһардың келбетін көркейтуге үлес қосқан. Қос келін ұстап отырған өнегелене үнемі өмірден көрген түйгенін айтып, ақыл кеңесін аямайды. Қос қарияның әңгімесі тәлім тәрбие көзі дейді келіні. Осы әулетке келін болып түскенде 20 жасында едім. 90 жылы тұрмыс құрдық жолдасымен осы. Ата әжеміз енді қасымызда, төрімізде, қасымызда отырғаннан кейін ол кісілердің әңгімелері бізге күшті мағыналы болып келеді. Тәрбие айтқан, тәрбие жағынан айтса да бізге жақсы болды деген. Әртүрлі нелерді болған бастарынан өткен әңгімелерін айтқанда да солармен қазіргіні салыстырып отырады былай. Ол өте жақсы әңгіме деп отырам. Ойлаймын мен өзім, келінге де, балдарға да өзіміздің. Қазақ қашанда қартын қадірлеп, сый-құрмет көрсеткен дана халық. Дастархан басына жиылғандар қариялардың ақ батасын алып, оларға мықты денсаулық тіледі. Асел Алдашева, Баққали Зияддинов, Жаңаөзен ақпарат. Қазақстан Республикасы президентінің 2024 жылға 2 қыркүйектегі нөмірі 636 жарлығына сәйкес республикалық референдум өтеді. Осы мақсатта қалалық штаб комиссиясы қызметкерлермен кездесті. 6 қазан күні атом электр станциясы жайында жалпыұлттық референдум өтеді. Ел президенті бұл шешімді халықпен бірге шешіп, ортақ талқыға салу керектігін айтты. Энергетикалық қауіпсіздік пен болашақта энергияға тапшылық болмау үшін атом электр станциясы ауадай қажет дейді олар. Әлемде осындай АЭС бар мемлекеттер қарқында даму жолындағы мемлекеттер. АЭС салынбаған мемлекет, АЭС жоқ мемлекеттер бұл әлі күнге шейін жылуға, жарыққа тапшы болып отырған елдердің қатарында. Жалпы ел дамуына, жердің дамуына әсер ететін үлкен күш деп айтуымызға болады. Сондықтан да 6 қазан күні өтетін референдумға қатысуға шақырамын. Штаб комиссиясы алдымен ардагерлер үйіне барып, бұқаралық ақпарат құралдарында қызмет еткен ардагер Асылбек Айдаровпен кездесті. Содан соң почта қызметкерлеріне барды. Ардагер саяси науқан еліміз үшін өте маңызды екенін айтады. Сайлауға келген әрбір қазақстандықтың дауысы сарапқа салынады. Тоқ мәселесі, энергия мәселесі, бұл мәселені салу
Оның құндылығы атом электр станциясына байланысты. Арзан, екінші жағынан өте тиімді. Оның өзі біздің болашақтағы экономикамызды әлеуметтік жағымызды дамытуға үлкен әсер ететін мәселе. Әрбір Қазақстанның азаматы өзінің сол дауыс беру арқылы үлесін қосады деген мен сенімдемін. Сайлау учаскесіне келгенде өзіңізбен бірге қолданыстағы Қазақстан Республикасы азаматының паспорты немесе жеке куәлігі болуы қажет. Науқанға 18 жасқа толған әрбір азамат қатыса алады. Мөлдір Абиева, Шыңғыс Шанболатұлы, Жаңаөзен ақпарат. Тақырыпты жалғастырамыз. Дауыс беру учаскелері 6 қазанда өтетін референдумға дайын. Жаңаөзенде бір аумақтық референдум комиссиясы және 39 учаскелік комиссия жұмыс жасап тұр. Қала тұрғындарына шақыру қағаздары таратылды ма? Референдум шарттары қандай? Бұл туралы әріптесінің бейнематериалынан көріңіздер. 6-шы жалпы білім беретін мектепте орналасқан нөмірі 87-ші учаскеге 1616 тұрғын қарасты. Учаскедегі референдум комиссиясының құрамында 7 адам бар. Қазіргі таңда мұнда қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Келушілерге кеңес беріліп, түсіндіру шаралары атқарылуда. Сондай-ақ барлық дауыс берушілерге шақыру қағаздары таратылған. Қазіргі таңда біздің осы Жаңаөзен қалалық нөмір 87-ші референдум учаскесі толыққанды дайын, қарқынды жұмыстар жүріп жатыр. Өзіміздің осы учаскемізге белгіленген шекара бойынша 17 көппәтерлі тұрғын үйлер бар. Самал шағын ауданының барлық дауыс берушілер саны 1616 адам. Ауқымды шараға барлық қала тұрғындарын 6 қазан күні референдум учаскелеріне барып дауыс беруге шақырамын. Учаскеде 3 дауыс беру кабинасы әзірленген. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған орында бар. Референдумда таңдау жасауға келген әрбір адам бюллетенде көрсетілген сіз Қазақстанда атом электр станциясын салуға келісесіз бе деген бір ғана сұраққа жауап береді. Яғни иә келісемін немесе жоқ келіспеймін деген екі ұяшықтың біреуіне белгі қоюы тиіс. Егер екеуіне де белгі қойған болса, ол бюллетен есепке алынбайды. Ал жеке жағдайына байланысты референдумға келе алмайтындарға үй-жайдан тыс дауыс беру ұйымдастырылады. Ол үшін алдын ала өтініш беру қажет. Мына келе алмайтын, больницаға түсіп қалған, ауырып қалған кісілердің сағат 12-ге дейін біздер қабылдаймыз, өздеріміз барамыз. Референдумға қатысуыңызды ұсынамыз. Келіңіз, біздер күтуде боламыз. Таңғы 7-ден кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс жасаймыз. Саяси науқанның әділ өтуі үшін шараға байқаушылар да қатысады. Референдумға әрбір азамат өз еркімен атсалысып, ел болашағына әсер ететін шараға шешім білдіре алады. Ажнат Қазиева, Баққали Зиядинов, Жаңаөзен ақпарат. Қазан айының бірінші жексенбісі ұстаздардың кәсіби мерекесі. Елімізде білім саласының дамуына еселі еңбегін арнаған жандар өте көп. Олар оқушыларының бойына біліммен қатар, тәлім тәрбиені де қоса сіңіріп келеді. Сондай білікті ұстаздардың бірі Қашаған Күржіман ауылатындағы нөмірі 8-ші мектептің мұғалімі Наурызбек Қалдыбай. Ол аталған білім ордасында 23 жылдан бері дене шынықтыру пәнінен сабақ береді. Наурызбек Қалдыбайдың оқушылары қалалық облыстық және республикалық спорттық сайыстардың жүлдегер атанып жүр. Биылдың өзінде 4 шәкірті Қарағанды қаласында өткен республикалық жарыста 5-ші орынды еншіледі. Тәжірибелі ұстаз спорт залының күтіміне де ерекше ынтамен қарайды. Өзінің бапкерінің жинақтаған ауыр атлетика құралдарын көздің қарашығындай сақтап отыр. Мына залымыз қазір осында көріп тұрған залыңыз бұрынғы ауыр атлетика залы болған. Жаңбыров Әділмағамбет деген ағамыз. Енді ол кісі зейнеткерлікке шығып, жұмыстан шыққаннан кейін өзім қолыма алып отырмын шәкірт есебінде. Оның да барлық штангілері, барлық заты бар. Ауыр атлетикамен де балдар кешке қарай айналысады мектепке келіп. Жеңіл атлетиканың да жаңа ядро лақтыру деген түрлері бар. Соларға жаңа күш көбірек керек болады. Олар да сол штангымен көбіне айналысады осында келіп. Жүгіретіндерге де штанга керек. Ол дене шынықтыру пәні мұғалімдер арасында өтетін спартакиадаларға да белсене қатысады. Бұрындары бұл сайыстар волейбол, баскетбол ойындары арқылы өтетін болса, биылғы жылы ұлттық спорт түрлерімен толыққан. Жеңіл атлетика бойынша сайыстарға әзірлеген оқушыларын сабақтан тыс уақытта қосымша дайындайды. Біз Қалдыбай Наурыз дегеніміз жас көптен келатқан маман ғой, педагог. Ол жас мамандарға өте тәжірибелі қарайды, бәріне қол үшін көмектесіп барлана. Біздерге осы мына жиналыс аптасына бір рет жиналыс өткізіп,
кемшіліктерімізді айтып, мынандай мына жерлерінде мынандай қылу керек, ана жерінде анандай қылу керек деп барлық заттарын айтып, сондай заттарын айтып отырады. Оның Қалдыбай Наурыздың жетістіктері мол. Мектептің 2 спорттық залы мен 1 теннис залы бар. Наурызбек Қалдыбай олардың күтіміне де баса назар аударып отырады. Өзімен бірге осы мектепте жұбайы Жадыра Алдашева да ұстаздық қызмет атқарады. Ол да дене шынықтыру пәнінен сабақ береді. Сәбит Лұқпан, Бақытжан Ахметұлы, Жаңаөзен ақпарат. Анаға қарап қыз өсер. Осындай атаумен нөмірі 23-ші білім ордасында мектепшілік форум өтті. Шараға жоғары сынып оқушыларының 300-ге жуық аналар қатысты. Форумға 7 мен 11 сынып оқушыларының, оның ішінде тек қыздардың аналар қатысты. Ана мен қыздың арасында қарым-қатынас, тәлім-тәрбиеден бөлек, бүгінгі күннің өзекті тақырыптарының бірі ерте жүктілік мәселесі де көтерілді. Өз кезегінде әйелдер қауымы қыз баланың тәрбиесіне тікелей әке жауапты дейді. Кішкентайынан жылулықтарын аямай, мейірім мен махаббатқа бөлеп өсірсе, бетіне күле қараған жігіттің арбауына түспейді деген ойларын ортаға салды. Семьяда әкенің жылулығы қызға жетіспегендіктен болып тұрған жағдай ғой. Енді өскен кезде өмірінде бірінші рет кездескен ер адамнан сол әкеден алмаған жылулығын сол ер азамат беріп тұр ғой. Оның ар жағында қандай ой бар екен, кішкентай әлі енді кішкентай болғанда жаңа ой жетіп келе жатқан қыз білмегендіктен сондай қателік болды. Сол үшін отбасыда қыз балаға кішкентай кезден бастап, әсіресе әкенің мейірімі, жылулығы өте қатты керек болады энергиясы. Соны әкелер беріп отырса, кішкентайынан барынша еркелетіп. Жиын барысында анаға қарап қыз өсер атты сахналық қойылым қойылды. Қыз тағдыры, қыз тәрбиесі, тұтас ұлт тәрбиесі тақырыптарында баяндама оқылып, бұрымды арулар марапатталды. Оқу жылының басында біз әкелер форумын ұйымдастырған болатынбыз. Менің әкем ең жақсы адам. Ал енді бүгінгі оқу 24 пен 25 оқу жылында аналар форумын ұйымдастырып отыр. Бұл жердегі негізгі мақсатымыз ұлға да, қызға да, қазақ халқындағы ұлттық тәрбиені, құндылықтарды бойына сіңіру болып табылады. Айта кетсек, 2018-2019 оқу жылында пайдалануға берілген нөмірі 23-ші мектепте бүгінде 2400-дей бала білім алады. Мектеп бойынша тәртібі нашар немесе қандай да бір бұзақылық жасап ішкі істер басқармасында тізімде тұрған оқушылар жоқ дейді жауаптылар. Ерте жүктілік керегі де тіркелмеген. Сәуле Жолмамбет, Баққали Зиадинов, Жаңаөзен ақпарат. Жаңаөзенде участке шарасы өтіп жатыр. 16 қыркүйекте басталған шара аясында қала мен ауыл тұрғындары өздерінің учаскелік полиция инспекторларымен танысып, көкейде жүрген сауалдарын жолдай алады. Полиция қызметінің жұмысын жақсарту мақсатындағы ұсыныстарын да жеткізеді. Осы акция аясында Жаңаөзен қаласы полиция басқармасының жергілікті полиция қызметі, учаскелік полиция инспекторлары үй-үйді аралап өздерін таныстыруда. Тұрғылықты мекен-жайы бойынша учаскелік полицейлердің қай жерде орналасқанын айтып, ақпараттық бетшелер таратты. Шара басталғалы 1400 пәтер тексеріліп, 130 құқық бұзушылық анықталды. Қазіргі таңда жедел профилактика шара учаске өтіп жатыр. Учаскенің жедел профилактика мақсаты қоғамдық қауіпсіздікті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету болып табылады. Болған қылмыстарды ашу дер кезінде және болдырмау болып табылады. Және де тұрғын үйлерді аралап, учаскелік полиция инспекторлары өзінің визиткаларын және де тұрғындардың тізімін қазір жасақтаудамыз. Біздің аймақта 25 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді қазіргі таңда. Барлығына тиісті әкімшілік хаттамасы толтырылды. Учаскелік шара кезінде қару иелері тексерілді. 16 қыркүйектен бері 70 қару иесі тексеріліп, 26 тұлға қару сақтау ережесін бұзған үшін жауапқа тартылды. Алаяқтық қылмысын болдырмау және алдын алу мақсатында жергілікті тұрғындарға түсіндірме жұмысы жүргізілуде. Сонымен бірге халық көп шоғырланатын жерлерге арнайы баннерленген. Жұртшылыққа интернет алаяқтығының нақты факторын көрсететін жаднама таратылды. Тәртіп сақшылары өзіне бекітілген аумақ тұрғындарына әлеуметтік желі арқылы сақтық іс-шарасын түсіндіруде. Райымгүл Махамбетова, Нұрсұлтан Өскенбаев, Жаңаөзен ақпарат. Құрметті көрермендер, бүгінге осы, назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.
Жазушылар ұйымшылдығы әрі қайтпас қайсарлығымен танымал. Жеңістеріміз бен жетістіктеріміздің авторы өзіміз. Еліміздің тарихын күн сайын бірге жазамыз. Қазақстанның әл-ауқатына өз үлесіңді қос. Республикалық референдумда өз таңдауын жаса. Болашақ жетістіктеріміз бүгінгі іс-әрекеттеріміздің нәтижесі. Қазан. Республикалық референдум. Әркімнің даусы маңызды.